Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Бұл суретте не көріп тұрсыздар? Жақсы балалар, сіздердің ойларыңызбен келісемін. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстаз. Зерттеу сұрағы: Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы қандай? Бүгінгі сабағымызда қол жеткізетін оқу мақсаты Ахмет Байтұрсынұлына қазақ тілі білімін негізін салушы қоғам қайраткері ретінде баға береміз. Бүгінгі сабаққа арналған бейне материалды назарларыңызға ұсынамын. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген. Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Ақынның алғашқы өлеңдері 40 мысал атты аударма жинағында 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрді. Бұл кітап арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой санасын оятуға бар жігер қайратын, білімін жұмсайды. Ақын әрбір аудармасының соңына өзінің негізгі ойын айтайын деген түйінді мәселесін халқымыздың сол кездегі тұрмыс тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Байтұрсынұлының екінші кітабы «Маса». Бұл кітапқа енген өлеңдерде ақын қараңғылық, надандық, шаруаға, енжарлық, кәсіпке марқаулық сияқты кемшіліктерді сынады. Көптеген өлеңдері сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес болды. 1926 жылы Бакуде болған түркітанушылардың бүкіл одақтық бірінші съезіне қатысып, түркі тілдеріндегі терминология жайлы деген тақырыпта баяндама жасады. Байтұрсынұлының қазақ халқын жігерлендірер сөздері мен өлеңдері жетерлік. Қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынұлының көптеген әдебиет кітаптары мен әдеби шығармалары оқырман көңілінен орын табуда. Ахмет Байтұрсынұлы халыққа білім беру мәселесін әрқашан көтеріп жүрді. Алаш қозғалысының қалыптасуына белсене қатысты. Ол қарқаралы петиция авторларының бірі болды. Петицияда өзекті мәселелер қатарында зайырлы білім беру, ар-жан бостандығы және діни еркіндігі туралы мәселелер қарастырылды. Қазақ газеті 1913 жылдан 1918 жылға дейін жұмыс жасалды. 1917 жылдан бастап Ахмет Байтұрсынұлы Алаш партиясын құруға атсалысты. Алашорда үкіметінің құрамына кірді. Онда білім мен мәдениетке қатысты мәселелермен айналысты. Кеңес билігін қабылдағаннан кейін мемлекеттік және мәдени құрылыс ісіне көп еңбек сіңірді. 1920-1921 жылдары Қазақ АКСР халық атқару комиссары қызметінде болды. Алаш қозғалысының өзге де қайраткерлері сияқты Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының мүддесін қорғауды жалғастыра берді. Ғылыми ағартушылық қызметінде Ахмет Байтұрсынұлы 1912 жылы жазылған, 1925 жылға дейін бірнеше рет қайталанып басылып шыққан алғашқы қазақ әліпбиі оқу құралының авторы. Лингвистикалық түсініктерге анықтама беріп, тіл құрылымы зерттеп, бір жүйеге келтіріп, алғашқы қазақ тілі оқулығы тіл құралын жазып шығарды. 1929 жылы араб әліпбиін ауыстырды. Бүгінде жасалған әліпбиді шетелдік миллиондаған қазақтар пайдаланып отыр. 1926 жылы ғылымның құнды еңбегі әдебиет танытқыш жарыққа шықты. Онда әдебиет, тарих теориясы, методологиясы қарастырылып, қазақ әдебиеттану ғылымының негізін қаланды. 1928 жылдары Ташкенттегі халыққа білім беру институтында қазақ тілі және әдебиет тарихы мен мәдениетіне дәріс оқыды. Ахмет Байтұрсынұлының тағдыры. Кеңес билігі Ахмет Байтұрсынұлы алаш қозғалысына қатысты кешірмеді. 1929 жылға жалған айыппен қамауға алынып, өлім жазасына кесіліп, артынан 10 жылға кейін 3 жылға жер аударылуды ұсынылды.
1934 жылы өтініштердің нәтижесінде Ахмет Байтұрсынұлы қамаудан босатылды. Босандыққа шыққаннан кейін отбасымен Алматыға көшіп келді. Алайда 1937 жылы қуғын-сүргіннің келесі толқынының кезінде оны тағы да ұстап әкетіп, Ахмет Байтұрсынұлы 1937 жылы желтоқсанда ату жазасына кесілді. Ол саясаттан гөрі ғылыммен айналысуды жөн көрді. Бірақ бұл сол заманның зиялылары үшін мүмкін емес еді. Бүгінгі сабағымыздың негізгі тәжірибе кезіне өтеміз. Тапсырма: Ахмет Байтұрсыновтың тұлғалық қасиеттерін түйіндемеде бағалаңыз. Білімі, қызметі, тұлғалық қасиеттері. Балалар, дескриптивті басшылыққа ала отырып, тапсырманы орындаймыз. Алған білімі мен мамандығын анықтайды, қызметін анықтайды, Ахмет Байтұрсыновтың тұлғалық қасиетіне баға береді. Сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздерге тест тапсырмасын ұсынамын. Ахмет Байтұрсыновтың өмір сүрген жылдары, Ахмет Байтұрсыновтың Қазақ газетінде редактор болған жылдары, Ахмет Байтұрсыновтың Қазақ АКСР-ның комиссары болып тағайындалған жылы. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тест жауабын өздеріңіздің тапсырмаларыңызбен сәйкестендіріңіздер. Үйге тапсырма: Ахмет Байтұрсыновтың қазақ жазуы мен қоғамдық саяси өміріне сіңірген еңбегіне 3 дәлел келтіріңіздер. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар.